ар жақта үйге келсек, тәтем деген мына жақта ойбай десе көріп қойдық. Машалла. Не деген жарасып тұр өзіне қарап. Күштір, е? Бүйтіп ұлқытишка болып тұрсың. Саламатсыз ба? Қабыл болсын. Бүгін келіншегіме паркке апарып қайтайыншы бар. Сол, мынау бізді бірге жүрмей жатыр дегендер просто бас сондай болып кетті. Уақыт болмай кетті, мына үйге келгенде сторис түсірмейміз ба сондай. Және де достар, егер де сіздердің құдағиларыңыз болатын болса, және де үлкен жасақ кісілер болса, бірақ қазіргі таңда бұл үлкен жасты таңдамайды, өйткені өте богаты көрінеді. Мына жақта қарасаңыздар, ұзын абайкалар бар, түрлі жастарға. Примерно сол 40-тан астам болса, құдағиларыңызға сыйласаңыздар болады. Және де қараңыздар, осындай әдемі жігіттер бар. Апаларыңызға, аталарыңызға сыйласаңыздар, қараңыздар. Қандай әдемі және богат, қымбат көрінеді. Осылай сыйласаңыздар болады. Және де бұл жерде Алатау төртте өте қолжетімді бағада сатады. Ешқандай да үстіне қатты қосып жіберу ондай басқа жерлерде мүмкін болатын шығар, бірақ бұл жерде сіздің қалтаңыз қаражат көтереді. Үміді ұмытып қалмаңыздар, құрметтілер. Мен қасқа дейтін таңертеңнен кешке дейін кухня, одан спальня. Болды. Басқа менде маршрут жоқ. Аллаға шүкір, енемнің арқасында қалжаланып 40 күн терлеумен өткізейін деп тұрмын. Жалпы маманды айту бойынша жаңа босанған әйел 40 күн терлеп жүру керек дейді. Терлеп. Мен 3-4 орамалым бар, ауыстырып таға берем, жуып кептіріп таға берем. И киімдерімді дәл солай. Бұйырса шілдетер шығару туралы мен видео түсіремін. Көріп алыңыздар. Енді көп жерде жоқ екен негізінде, бірақ ол нәрсе өте мықты пайдалы дүние. Шілдетер шығару. Бізде 40 күн срок бар қыздар, жаңа босанған қыздар, жаңа босанатын қыздар. Естеріңізге мұқият сақтаңыздар. Бізде 40 күн бар, то что кеткен денсаулығымызды 40 күнде түзеп алуға. Одан кейін уақыт болмайды деп мен нені айтып жатыр десеңіздер, 40 күннен кейін уже күтіну бесполезно, то есть пайдасы жоқ күтіну болады да. Ал 40 күн андай ғой, бір как будто срок береді, сол срокты мейлінше қолдан келгенше пайдаланып қалу керек.